Бұл ақыр заманның белгілері. Кейбір белгілерді тура мағынада түсіну өте қиын. Нақты не айтылып тұрғанын, оның мәнін түсіну қиынға соғады. Менің ойымша қиындықтың бір бөлігі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз заманындағы адамдардың түсінігіне сәйкес сөйлеп жатыр. Ол адамдардың біз білетін кейбір нәрселердің ешқандай түсінік ұғымы болмаған. Мысалы, олар ұшақтың не екенін білмеді. Телефондарды, ұялы телефондарды, шақыру құрылғыларды, пейдждерді түсінген жоқ. Бұл нәрселер оларға түсіну өте қиын болар еді. Бір сахих хадисте былай айтылған: ақыр заман жақындағанда бір адам үйден шығады. Ақыр заман жақындағанда адам үйінен шығар, ал оның сан еті оған үйінде не болып жатқанын айтып тұрады. Біз қазір білеміз, арабтар бір нәрсені оның жанына бекітілген немесе оған жақын орналасқан нәрсенің атымен атай алады. Мысалы, егер адамның санының телефонына бекітілсе, араб тілі бұл телефонды сан деп атауы мүмкін. Бұл араб тіліндегі өте кең таралған тілдік ерекшелік. Яғни, бір нәрсені оның қасындағы орналасқан басқа нәрсенің атауымен атау қалыпты жағдай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы былай деді: адамның аяқ киімінің бауы онымен сөйлеседі. Talking shoe team. Is that right? Is it talking shoe? It's a talking Actually shoe. calling it talking shoe. Yeah, exactly. Nice work. Бұл аяқ киімнің бауы деп аяқ киімге орнатылған байланыс құрылғысы туралы айтылуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы айтты: жансыз заттар сөйлейді. Бұдан бөлек, өткен ғасырларда жазылған кітаптарда мынандай сөз бар: металл сөйлеген кезде, ал қолдар билікке келген кезде. Бұл сөз хадистен алған болуы мүмкін. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: ақыр заман жақындағанда қоғамның ең төменгі адамдары билікке келеді. Адамдар арасындағы ең жамандар, ең қатыгездер ғана қалады. Бір хадисте айтылған: қиямет күні ең бақытты адам ләим болады. Ләим деген араб сөзі абыройсыз, ешқандай тектілігі, қадірі жоқ, төмен адам деген мағынаны береді. Яғни, білімсіз, тәрбиесіз адамдар қоғамда жоғары дәрежеге жетеді. Жоғарыда айтып кеткендей, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақыр заман жақындағанда ең төмен адамдар биікке келетінін айтқан. Қоғамда білімсіз адамдардың көбеюі, танымалдылықтың артуы, бірақ шын құндылықтың жойылуы, моральдық азғыншылықтың өршуі, адамдардың уақыт пен кеңістікке деген көзқарасының өзгертуі. Бұған мысал ретінде қазіргі таңда атақты болып жүрген рок жұлдыздарды, актерлер, жеңіл жүрісті адамдар, кәсіпкерлер және басқа да арсыз істермен айналысатын адамдарды келтіруге болады. Олар ең бай, ең танымал адамдарға айналды. Бұл да ақыр заманның белгісі. Жақын мен алыстың алмасуы. Бұрын бір жерден екінші жерге жету үшін жылдар кететін, ал қазір ол сағаттармен өлшенеді. Мысалы, бұрын Американың Калифорния штатынан екінші континентке жету үшін ұзақ уақыттар керек болатын, ал қазір 12 сағатта ұшақпен жете аласыз. Бірақ адамдар уақыттың қадірін білмейді. Ұшақ жарты сағат кешіксе, олар ашуланады. Фотокөшірме құрылғысы баяу жұмыс істесе,
Адамдар ашуланып оны ұрып соғады. Бұл ақыр заманның ауруларының бірі. Адамдар сабырын жоғалтты. Олар шыдамсыз болып кетті. Қанағат деген нәрсе жоғалды. Бұл ақыр заманның ауруларының бірі. Адамдарда сабыр таусылды. Сіз қазір жердің кез келген шетінен Меккеге бірнеше сағат ішінде жете аласыз. Бұрын бұл сапар үлкен қиындықтармен өтетін. Адамдар қажылыққа бару үшін өмірлерін қауіпке тігетін. Мысалы, Мароккодан қажылар жолға шыққанда қарақшылардың бригадаларының шабуылынан ұшырау қаупі бар еді. Бұл жерде қызықты бір жайт бар. Алланың діні тазалық. Бұрын адамдар керуендермен қажылыққа баратын. Бұл сапар адамның жаны мен тәнін тазартып, сабырға үйрететін. Қажылыққа бара жатқан адам түрлі қиындықтарға тап болатын. Бұл да оның дайындығының бір бөлігі еді. Ал Меккеге жеткен соң бәрі өзгеретін. Мекке тұрғындары қажыларды күтіп алуға асығатын. Оларды үйлеріне шақырып қонақ ететін. Қажылар өзін жұмақта жүргендей сезінетін. Бұрын адамдар Қағбаны өмірінде бірінші рет тек қажылыққа барғанда ғана көретін. Бұрын ешкімде Қағбаның суреті болмаған. Бір жылда созылған ауыр сапардың соңы қажылар Меккеге жеткенде олар үшін бұл шынайы ғажап еді. Ал Мекке тұрғындары қажыларды құшақ жая қарсы алып, тамақтандырып күтетін. Ал қазір қажылыққа жету оңай, бірақ қиындықтар Меккеге жеткеннен кейін басталады. Бұрын қажылыққа бару қиын еді, бірақ қажылар барған соң еш уайымсыз құлшылық жасай алатын. Қазір қажылыққа бару оңай, бірақ барған соң адамдар қиындықтарға тап болады. Қоғамның жай-күйі қажылық арқылы көрінеді. Қажылық бүкіл мұсылман үмметінің ахуалын көрсететін айна есепті. 5 уақыт намаз әрбір жергілікті қауымның ахуалын көрсетеді. Қажылық бүкіл мұсылман үмметінің жағдайын көрсетеді. Бүгінде қажылықта әбден сақталмайтын адамдар көп. Қажылықтың мәні мен маңыздылығы жоғалып бара жатыр. Қазір Меккеде Макдональдс бар. Адамдар қажылыққа барып Макдональдстан тамақ алып, қоқысты жерге тастайды. Қасиетті жердің қадірін түсінбейді. Макдональдстың алтын доғалары KFC-ның полковнигі Баб Абдул-Азиз қақпасының қасында. Бұл атаулардың өзі күмәнді, бірақ олар қасиетті қалада тұр. Бұл қазіргі мұсылман үмметінің жағдайы. Біз өте ерекше заманда өмір сүріп жатырмыз. Қытайлардың бір қарғысы бар. Қызықты уақытта өмір сүр. Біз дәл сол қарғыстың ішінде өмір сүріп жатырмыз. Әлем күн сайын үлкен өзгерістерге ұшырауда. Технология шарықтап дамып бара жатыр. Барлығының қарқыны соншалық, адам санасы оны қабылдап үлгермей жатыр. Біз ақыр заманның ең ерекше белгілерінің куәсі болып отырмыз.